Қайырлы күн, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша біз ең басты қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлауымыз қажет. Қоғамдық тыңдауымыздың төрағасы ретінде Меркі ауылдық округінің әкімінің орынбасары Ерғазыұлы Алмасты ұсынамын. Дауыс беріп өтсеңіздер. Бәріңіз келісесіздер ғой, қарсылық жоқ қой, бір ауыздан бәріміз келісеміз. Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, қоғамдық тыңдау қатысушылар. Бүгін қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Меркі жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Меркі ауданындағы Меркі 3 құм қиыршық тас қоспасының кен орнын 2025-2034 жылдарға арналған қоршаған ортаға әсер етуге нормативтік құжаттарына рұқсат алу бойынша бастамашы Меркі жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобалаушы ЕКО-КИЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға ретінде ЕКО-КИЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызын сайлауды ұсынамын. Дауыс беріңіздер. Жақтаған қарсы жоқ. Бірауыздан. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті. Баяндаушылардың баяндамалары 5 минут, баяндамаларды талқылау бойынша 10 минут, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 2 минут. Оған дауыс берсеңіздер. Бәріміз келісеміз. Ендігі сөз кезегін баяндамашы ЕКО-КИЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымы Дабылтаева Жанерке Бақытқызына беріледі. Бүгінгі қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Жамбыл облысы Меркі ауданындағы Меркі 3 құм қиыршық тас қоспасының кен орнындағы 2025-2034 жылдарға арналған қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына рұқсат алу тақырыбы болмақ. Бүгін қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58-ші бабының 2-ші тармағына және 70-ші бабының 1-ші тармақтарына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес жасалынып отыр. Нысан Меркі ауылынан оңтүстікке қарай 4 км қашықтықта орналасқан. Мұнда аршу жұмыстары бульдозермен жүргізіледі, тау-кен жұмыстары экскаватор арқылы жүргізіледі. Ал қиыршық тас қоспасын қайта өңдеу, сұрыптау, ұсақтау, карьерге жақын орналасқан жерде ұсақтау, сұрыптау қондырғысы арқылы іске асырылады. Меркі 3 құм қиыршық тас қоспасының тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес кен орнының жылдық есептік өнімділігі 10 000 метр кубты құраса, ал тәуліктік өнімділігі 40 метр кубты құрап отыр. Аршу жұмысы бойынша кен орнының өнімділігі жылдық орта есеппен 180 метр кубты құрап отыр. Ал кен орнының жұмыс кестесі жылына 250 жұмыс күнін құрайды және ауысымның уақыты 8 сағат. Құм қиыршық кен орнында негізінде аршу, қазу, тасымалдау, ұсақтау және сұрыптау жұмыстары жүргізіледі. Кен орнында, яғни қоршаған ортаны ластау бізде аршу кезінде, қазу кезінде және де инертті материалдарды сақтау кезінде, оларды автокөлікке тиеу кезінде, бункерге түсіру кезінде және де оларды ұсақтау кезінде, конвейерде қозғалу кезінде ауаға ластаушы зат бөлінеді. Жоба бойынша барлығы жылына 18 468 килограмм мөлшерінде бір ластаушы зат бейорганикалық шаң бөлінеді деп есептелініп отыр. Карьер сумен қамтамасыз ету сырттан әкелу негізінде көзделеді. Және де жұмыс барысында бізде қалдықтар қалыптасады, яғни жұмысшылардан тұрмыстық қалдықтар қалыптаса, карьер техникаларынан бізде қолданыстан шыққан шиналар, майланған шүберектер, қолданыстан шыққан майлар және де қолданыстан шыққан аккумуляторлар қалыптасады. Осы қалдықтар кәсіпорын алаңында уақытша мерзімде сақталады және де 6 ай көлемінде жетпей осы қалдықтарды өңдеумен айналысатын арнайы мекемелерге өткізіліп отырады. Осымен менің баяндамам аяқталды.
Бүгінгі қоғамдық тыңдау тақырыбы бойынша сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Мен Меркі ауылының тұрғынымын. Дүйсенбаев Данияр Молдағұлов. Мына кен орнында жұмыс істеп тұрады ғой. Сол кезде шаң шығады. Соны азайтуға қандай іс-шаралар қолданылады? Негізі жоба бойынша іс-шара, яғни жылы мезгілде карьерде күніне 2 рет су себіліп отыру керек, шаң басу үшін. Ол іс жоспарда бекітілген. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдаудың келіспеушілік жоқ. Бұл жерде бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауаны ластауына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды деп ойлаймын. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды. Барлық қатысушыларға өз пікірлері үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады. Рахмет. Осымен бүгінгі қоғамдық тыңдауымыз аяқталды. Келіп қатысқандарыңызға рахмет.